Бүгінгі сабағымның тақырыбы ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің тіршілік циклі. Оқу мақсаттары: тұқымды өсімдіктердің жалпы сипаттамасын білу, ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің ерекшеліктерін білу, ашық және жабық тұқымды өсімдіктердің қандай белгілері бар екенін көрсету. Бағалау критерийлері: ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің түрлерін біледі, ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің ұқсастығы мен айырмашылығын түсінеді, ашық және жабық тұқымды өсімдіктердің қандай белгілері бар екенін көрсетеді. Сабағымның мақсаты: ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің тіршілік айналымдарының ерекшеліктерін түсіндіру. Жалпы тұқымды өсімдіктер екіге бөлінеді: ашық тұқымды өсімдіктер және жабық тұқымды өсімдіктер. Жабық тұқымды өсімдіктердің белгілері мен сипаттамасы: олардың гүлінің болуы, жемісінің болуы, кең таралуы, мүшелер мен ұлпалардың жоғары мамандануы, яғни жақсы жетілуі. Сипаттамасы: олардың 450-ге жуық тұқымдасқа бірігетін 12,5 мыңға жуық туысы және 250 мыңнан астам түрлері белгілі. Қазақстанда 125-тей тұқымдасы, 1000-нан астам туысы, 6000-дай түрі кездеседі. Гүлді өсімдіктердің ең ірі тұқымдастары астық, бұршақ тұқымдастар, күрделі гүлділер. Гүлді өсімдіктердің жіктелуі екі классқа жіктеледі: дара жарнақтылар класы және қос жарнақтылар класы. Дара жарнақтылар класының басты ерекшелігі ұрығында бір ғана тұқым жарнағының болуы. Қос жарнақтылар класында ұрығында екі тұқым жарнағының болуы. Гүлді өсімдіктердің көбею циклі мынандай фазада жүзеге асады. Яғни аталық тозаңқапта тозаң дәндері әбден пісіп жетілгеннен кейін аналықтың аузына келіп түседі. Аналық жатында ұрықтанғаннан кейін ол болашақ тұқымға айналады. Тұқым жерге түскеннен кейін ол өскінге немесе өсімдікке айналады. Одан жас ұрпақ пайда болады екен. Дара жарнақтылар класына астық тұқымдастары, лала гүл тұқымдастары, пальмалар тұқымдастары жатады екен. Қос жарнақтылар класына раушан гүлдер тұқымдасы, бұршақ тұқымдастар, алқа тұқымдастар, астра гүлдер, яғни күрделі гүлдер тұқымдасы және шатырша гүлдер тұқымдасы жатады. Ал ашық тұқымдастардың жалпы сипаттамасына тоқталатын болсақ, 600-ге жуық шамасында түрлері болса, оның 100-ге жуығы қарағай түрлерінің үлесіне тиеді екен. Ағаш тектестерге жатады, алайда бұта тектестер де кездеседі. Жапырақтары ине тәрізді, мәңгі жасыл өсімдіктер, гүлі және жемісі болмайды. Негізгі тамыры жақсы жетілмей қалған. Әртүрлі жынысты өсімдіктер, ұрықтану судың қатысуынсыз ақ жүреді. Аталық гаметалар қозғалыссыз спермалар. Көбеюі тұқым арқылы жүзеге асады, яғни бүрі арқылы. Ашық тұқымдылар бұлар ерте пайда болған псилофиттерге жатады екен. Ашық тұқымдылардың пайда болу тарихына үңілетін болсақ, олар ең алғаш 350 миллион жыл бұрын Девон кезеңінің соңында пайда болды, яғни мезозой эрасының соңына таман. Ашық тұқымдылардың көбею мүшесі негізінен бүрлер болып есептеледі. Бұлар бүрлердің өзі екіге бөлінеді: аналық бүр және аталық бүрлер. Аналық бүрлер жас өркеннің ұшында орналасады және қызыл түсті болады екен түсі. Аталық бүрлер болса жас өркеннің түбінде орналасады, сары жасыл түсті болады. Аналық бүрдің басты ерекшелігі бұл екі қабыршағы болады екен. Сыртқысы жабын, ішкісі тұқымдық деп аталады. Тұқымдық қабыршақта екі тұқым бастама болады. Аталық бүрдің құрылысы: олардың бүрдің қабыршақтары төменгі жағында екіден болады екен. Онда тозаң пісіп жетіледі екен. Енді түрлеріне үңілетін болсақ, Сібір балқарағайы, кәдімгі арша, туя, вельвича, кипарис, кнетум, қарағай, кәдімгі арша жатады екен. Қарағайдың тұқымы тозаңданудан 1,5 жылдан соң пісіп жетіледі. 2 жылдан кейін бірден төгіледі. Қарағай тұқымының жарғақ қанатшасы бар. Соның арқасында ол жел арқылы таралады. Жалпы тұқыммен даму ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, ашық тұқымдылар тұқым жеміс қабырғасымен жабылмаған. Олар бірде қабыршақта орналасады, яғни ашық. Сол себепті бұл тұқымдастарды ашық тұқымдылар деп атаған. Жабық тұқымдылардың ерекшелігі: тұқымның пайда болуы споралы өсімдіктерден артықшылығын көрсететін үлкен эволюциялық алға басуды көрсетеді. Тұқымда артық қор заты болады және сыртқы жабыны ұрық қоршаған ортаның қолайсыз әсерлен. Тапсырмалармен таныс болыңыздар. Номер 1 тапсырма: ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің салыстырмалы кестесін толтырыңыз. Номер 2 тапсырма: ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің ерекшеліктерін сәйкестендіріңіз. Номер 3 тапсырма: тұқымды өсімдіктердің сыртқы сипаттамасына байланысты топтастырыңыз. Және де қосымша тапсырма: Білімланд сайтынан мына көрсетілген сілтеме арқылы бейне жазбаны көріп, қысқаша конспект жазыңыз.
Тапсырманы орындап болғаннан кейін сіздерден мен кері байланысты күтемін. Яғни кері байланыста мен сабақта білемін, маған сабақта ұнағаны, менің сабақта түсінбей қалғаным, менің сабақта жақсы түсінгенім, және мен келесі сабақта білгім келеді деген кері байланысты сіздерден күтемін. Сау болыңыздар.